Махаббат. Адам көңіліндегі ең нәзік, алпауыт сезім. Махаббат жолында мен өлмейм дегендер құрбан болып, сүймейм дегендер сүйіп кеткен. Қазақ даласында махаббат құрбандары болған ғашықтар аз болған жоқ. Соның бірі елден қашып, өз қандастарынан қаза болған еңлік пен кебеген. Қазақ әдебиетінде қандай ғашықтық жырларды білесіңдер? Шәкәрім Құдайбердіұлы қандай поэмалар жазды? Сен өлген жерде мен де өлемін деп, қол алысып бір жола кетті құлап. Әрине, бүгінгі сабақтың тақырыбы Шәкәрім Құдайбердіұлы еңлік кебек поэмасы. Бүгінгі сабақта шығармада көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау. 1891 жылы еңлік кебек дастанын жазып, Семейде 1912 жылы Жәрдем баспасынан басылып шықты. Поэманың тақырыбы ескілік, рушылдық, әділетсіздік жайлаған заманның құрбаны болған екі жастың махаббат драмасы. Идеясы қоғамның әділетсіздігіне, озбырлығына қарсылық. Жанры эпикалық ғашықтық дастан. Поэманың көтерген мәселесі не деп ойлайсыз? Еңлік кебек не үшін қашуға мәжбүр болды? Екеуінің өліміне кім кінәлі? Тірек сөздерді пайдалана отырып, кері байланыста жауап беріңіздер. Келесі тапсырма. Поэманы композициялық сюжеттік құрылысына қарай талдау. Оқиға желісі бойынша жазып шығыңыздар. Дескриптор шығармаға композициялық талдау жасайды. Бағалау критерийі композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдайды. Балалар дұрыс жазды деген ойдамын. Өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Балалар, мына суретте еңлік кебек қанды оқиғасы бейнеленген. Ал мына бейнеден Семей Қарауыл тас жолының бойында еңлік кебек ескерткіші қойылған екен. Ендігі бір айта кететін еңлік кебек ескерткіші. Бұл Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Ералы жайлауының шығыс жағында Семей Қарауыл тас жолында 5 километр жерде орналасқан екен. Келесі айтатын білім, еңлік кебек пьесасын Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің трагедия жанрында жазған шығармасы болып табылады. Бұл пьесаны жазған кезде Мұхтар Әуезовтің жасы 21-де екен. Балалар, поэманы оқығанда мына кейіпкерлерге назар аударыңдар. Дастанда қазақ халқының қандай салт дәстүрлері көрініс тапқан? Дастанда қазақ халқының қандай салт дәстүрлері көрініс тапқан деген сұраққа дұрыс жауап берді деп ойлаймын. 7 атаға дейін қыз алыспау, бастаңғы, ұрын келу, барымта, адастыру. Мұқият оқып, естеріңе сақтап алыңдар. Мысалы, 7 атаға дейін қыз алыспау деген дәстүрге былай деп жауап береміз. Халқымыздың 7 атаға дейін қыз алыспайтын игі дәстүрі бар. Бұл қан тазалығымен қоса, ертең дүниеге келетін ұрпақтың физиологиялық, психологиялық жағынан дені сау ұрпақ болуының бірден-бір кепілі болып табылады. Бүгінгі сабақты Тұманбай Молдағалиевтің сөзімен қорытындылағым келіп отыр. Бұл жыр бізден кейін де жырлана береді. Әркездің жаңа ақыны өзінше өрнектейді. Бірақ келер ұрпақтың жадында осы еңлік кебек махаббатының алғашқы жыршысы болып Шәкәрім тұрады. Мұхтар аға тұрады. Сұрлана қарап, сұмырай заманға
лахнет айтып. Үйге тапсырма балалар. Вен диаграммасы арқылы еңлік пен кебекті төлеген мен жібекпен салыстырамыз. Сабақтан кейінгі әсерім: не сезіндім, нені білдім, қандай ой пайда болды, нені үйрендім. Назарларыңызға рахмет.